Сәлем оқырман. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Қайын ағам үнемі ата-енем үйде болмаған кезде жетіп келеді. Тағдыр басқа салған соң не шара, еріксіз көнеді екенсің. Алайда қазір сол тағдырдың тарамыш жолдарының қайсысын таңдауды білмей, шақшадай басым шарадай болып жүрмін. Бірақ дәл қазір қасымда ақыл қосар қосағым да жоқ. Ол осыдан 1 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болған. Мақсатқа тұрмысқа шыққалы ештеңеге бас қатырмаған екем, бәрінде мақсат шешетін, оған әбден сенім алыппын. Енді ол жоқ, ақыл қосар адам таппаған соң осында сіздерге айтып отырмын. Ақыл кеңестеріңіз аса қажет болып тұр. Мен мектепке дейінгі тәрбие маманымын, яғни балабақша тәрбиешісі болып жұмыс істеймін. Бірақ мен оқу бітіре сала тұрмысқа шықтым да жұмыс істегем жоқ. Ауылда жұмыс та жоқ. Мақсат жұмыс істеді де мен бала бағумен отырдым. Мақсат үйдің кенжесі болған соң біз ата-енеммен бірге тұрдық. Екеуі де зейнеткер. Малдары да бар. Тұрмысымыз жаман емес еді. Алайда сұм ажал мені әбігерге салды. Аяқ асты жол апатына жолдасым қайтыс болып, мен 2 баламмен қалдым. Кіші балам енді 2-ден асты. Жолдасым қайтыс болып, жесір атануым мәселенің басы ғана екен. Мақсаттың 40-ын өткізген соң бір күні енем сөзге тартты. Балам, әлі жассың, тұрмысқа шығам деген ойың жоқ па? Егер ондай ойың болса жасырмай айт, деді. Мен әзірше ондай ойым жоқ екенін айттым. Арада 2 айдай уақыт өткенде енем тағы да тұрмысқа шығу туралы сөз қозғады. Мақсатымның отын сөндірмей, осы отауда қалғаныңды қалаймыз. Басқаға тұрмысқа шықсаң, балалар жат кетеді. Әмеңгерлік салтымен қайнағаңа қосылсаң қайтеді дегенде, ішіп отырған шәйіме шашалып қалдым. Мақсаттың 3 әпкесі және өзінен 7 жас үлкен ағасы бар. Әпкесінің біреуі Талдықорғанда, екеуі Алматыда тұрады. Ал ағасы сол ауылда. Бірақ абысыным Шайпау келін болып түскен соң сыйыспай 1 айдан соң бөлек шыққан екен. Мен келін болып түскен соң да дұрыс араласқан емес. Қонақ келіп көмекке шақырсаң сірә келмейді. Келе қайса дайынға келеді де асын ішіп болған соң үйіне кетіп қалады. Кейіне қайнағамды да ерте кететін. Балам емізулі кезде де көмектесіп көрген емес. Мақсат қайтыс болған соң қайнағам ата-анасына біз қолдарыңызға көшіп келейік деген. Бірақ енем оған үзілді-кесілді қарсы болды. Сол сөз ауылға тарағанда қайын ағамның үйінде қырғын жанжал болыпты. Сөйтсе қайнағам ол ойын абысыныма айтпай өзі шешіп жүр екен. Абысынымның қиян-кескі жанжал шығаруының тағы бір себебі бар еді. Енемнің маған әмеңгерлікпен қайнағаңа қосыл деген сөзі ауылға да тарап, абысыныма да жетіпті. Соғыстың басты себебі де сол сияқты. Әйтсе де әмеңгерлік туралы әңгіме болған соң қайнағам біздің үйге жиі келетін болды. Үнемі балаларға бірдеңе ала келеді. Алғашында бауырының балалары ғой, болған соң солай істеп жүрген шығар, деп ойлағам. Алайда мәселе мен ойлағаннан да күрделі екен. Сөйтсем қайнағамның маған көңілі ауып жүр екен. Шамасы балалар арқылы маған жақындаспақ. Бір күні үйде жалғыз отырғам, қайнағам келді. Түскі астың уақыты болған соң дастархан жайып бірге ас іштік. Дастархан басында қайнағам әмеңгерлік жайлы сөз қозғады. Ондай әңгімені күтпедім. Қапелімде не айтарымды білмей үнсіз қалдым. Менің сол күнгі үнсіздігімді қарсы болмады деп түсінді ме, қайнағам келуін тіпті жиілетті. 1 сәт оңаша қалсақ айтатыны сол әмеңгерлік. Ауылда әртүрлі өсек айтыла бастады. Сондықтан бұл әңгімеге нүкте қою керек деп ойладым да, сәтін тауып қайнағаммен ашық сөйлесуге бел будым. Бір күні сондай сәт туды. Атам мен енем бір үйге қонаққа кеткен кезде тағы да қайнағам келді. Ол кісіден әмеңгерлік туралы әңгімені ойынан шығаруын сұрадым. Құр ойдың жетегінде жүріп, шаңырағын шайқалтпауын өтіндім. Әйелі мен 3 баласының ойлауы керектігін айттым. Онсыз да оңып тұрмаған.
екі абысынның арасына одан сайын алшақтатпауын сұрадым. Қайнағам үнсіз тыңдап отырды да бір кезде орнынан атырып тұрып үйден шығып кетті. Сол әңгімеден кейін қайнағам 2 аптадай үйге келмеді. Онысын түсінгенге жорыдым. Бірақ мен қате ойлаған екем. Бір күні түс кезінде атам мал жақта жүрген. Енем көршінің үйіне кеткен еді. Қайнағам келді. Үйде ата-енемнің жоқ екенін білген соң бірден әңгімеге көшті. Айжан, мен әйеліме бәрін айттым. Егер көнбесе қоям, саған үйленем. Сен болмасаң Жанар мына қартайған ата-анама қарамайды. Сен басқа біреуге кетсең, бұлардың күні де болады. Ана балалар да жат болып кетеді, деді. Сөйтсем қайнағам менің 2 абысын арасын одан сайын алшақтатпаңыз дегенімді әйеліңіз көнбейді деп ұққан екен. Кешке атам ерте жатып қалды да енем екеуміз шай ішіп отырғанбыз. Енем таңға әңгіме қозғады. Жанар келіспесе кете берсін дегеніне қарап, қайнағамның маған сөз салып жүргенінен енемнің толық хабардар екенін сездім. Сонан соң қатал үнмен, егер басқаға тұрмысқа шығатын болсаң, 2 баланы да бермей алып қаламын деді. Баламды алып қойғалы жатқандай жүрегім суылдап кетті. Қорыққаннан, апа, мен ешқайда кетпеймін дедім. Менің бұл сөзімді келісім деп ұқтау, міне мұның ақыл деді. Дәл сол кезде ол сөздерге ешқандай мән бермеппін. Жылап жүріп ыдыс-аяқты жиястырып, жуып-шайып кеш жаттым. Арада 2 күн өтті. Күн сенбі болатын. Атам мен енем бір кісінің асына кеткен. Балаларға түскі тамағын беріп ұйықтатып, жалғыз өзім шай ішіп отырғам. Қайнағам келді. Үйде ешкімнің жоқ екеніне көзі жеткен соң, қолымды жуып келейін деп сыртқа шығып кеткен. Сөйтсем сыртқы есікті іштен кілттеп келіпті. Қайнағам сырттан кірген соң орнымнан тұрып жоғары өткізбек болғам. Бірақ ол келген бойда мені құшақтап алып, сені жақсы көрем, сенсіз өмір сүре алмаймын, тағы бірдеңелер деп зорлап сүйе бастады. Бір жағынан қорқыныш, бір жағынан ыза, бір жағынан қорлық буып тұншыға бастадым. Айғайлаймын десем де қарайтын емес. Әлім құрып есімнен татып барам. Қарсыласуға шамам келер емес. Менің сол күйімді қарсыласпайды деп ойлады ма, шешіндіре бастады. Айғайласам даусым шықпайды, бәрі бітті деп ойладым. Құдай қағып бір кезде жаны ұшыра, құлындай шыңғырған даусым үйді басына көтерді. Менің даусыма оянған үлкен ұлым мамалап жүгіріп шықты. Менің даусымнан сескенді ме, баладан сескенді ме, әйтеуір қайнағам жалма-жан орнынан тұрып үйден шығып кетті. Анама үйге барайын десем, 2 баламмен қайда барасың, қайда сиясың, 2 баламен енді сені кім алады дейді. Әлі-ақ есейіп 2 балаң қатарға қосылып кетеді деді. Бірақ мен анама, қайнағаммен арадағы жайды айта алмадым. Бұл жайды енеме айдай айтқан жоқпын. Өйткені ол кісі бәрін де білетін секілді. Олай деуімнің себебі қайнағам үнемі ата-енем үйде болмаған кезде жетіп келеді. Абысынымның мені атуға оғы жоқ. Ауылдың өсегі де жүйкемді тоздырды. Әбден шаршадым. Бір шешімге келе алар емеспін. Қай шешімнің дұрыс боларын да білмеймін. Не істеуім керек?